Al ballar, bugün әліппе сабағын бастаймыз. Әліппе сабағында бүгінгі өтпес бұрын психологиялық ахуалымызды тұрақтандырып алайық. Кәне, орнымыздан тұрамыз. Жарайсыңдар балалар, орындарына жайғасыңдар. Кәне, олай болатын болса, біз әліппе сабағында қандай дыбыспен таныстық өткен сабақта? Кәне? Бексұлтан, қандай дыбыспен? Ж дыбысымен таныстық. Ж дыбысымен әрпімен таныстық, иә? Кәне, Ж дыбысымен әрпіне келетін қандай сөздерді білеміз? Айзере? Жапырақ. Жапырақ, кәне? Жылан. Жылан, жинақ, Жұлдыз. жүгері, жұлдыз, өте жақсы, бал сезім. Көтеріп жауап берейік балалар. Виноват, жол, Нұркежі, жеңіс, Дамир, Жаңбыр, Айзере қана айтамыз, айтпай отырмыз. Жалау, Алихан, Жаға, қана? Мейрамбек, жеті. Нұркен, қандай да сөз бар жылғысынан? Өте жақсы, ары айтамыз. Ары қарай доғарамыз енді келесі тапсырмамызға көшеміз. Олай болатын болса, қазір балалар, бізде Ж дыбысынан келетін буындарды көрсетейікші кәне. Таспа әріптерді қолымызға алайық. Кәне, әріптер таспасын аламыз қолымызға. Әріптер таспасын алайық. Әріптер таспасында біз қандай буындарды көрсете аламыз, соны байқайық. Кәне, Ж дыбысынан келетін буындарды қазір мен айтамын, сендер сол буындарды көрсете қойыңдар. Қарап отырalım. Кәне, Жа буынын көрсетейікші кәне. Дұрыс. Алихан тізер ұстауы. Дамир көрсете қойған Жа буынын. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Жо буынын көрсетейік кәне. Жо буынын. Енді Жа буынын көрсетейік. Жа буынын көрсетеміз, е? Өте жақсы. Жу буынын көрсетейік кәне. Али көрсетеміз кәне. Айзере жу буынын көрсете ғой. Ж және У буынын көрсете ғой. Кәнекей. Өте жақсы. Же буынын көрсетейік. Нұркен. Кәне. Жақсы. Өте жақсы балалар. Жақсы жұмыс жасадыңдар. Жарайсыңдар балалар. Орнына қоя қояқ, әріптер таспасын. Енді кәне балалар, енді біз бағандағы сөздерді оқу үшін кім мықты жүргізуші ойынын ойнаймыз. Ойын ережесі бойынша балалар, бізде тақтада бағандағы сөздер ілінген. Сол сөздерді машиналар арқылы, басу арқылы сол сөздерді оқып беруіміз керек. Кәне? Ернар. Ерабат, оқи ойын Ерабат. Шеттен бастайық. Жолдың шетінен бастаймыз. Шеттен бастап жүрейік. Өте жақсы. Жеміс. Жарайсыңдар. Одан кейінгі сөзді кім? Алижан оқи ғой. Айзере оқи ғой. Кел. Жалау. Жалау. Иә, жалау.
жалау, жарық. Болды. Сол жақтан бастаймыз. Мына жолдың мына оң жақ бетінен бастап, солға қарай, оңға қарай жүрейік, бір серіп келе ғой. Да, мен келе ғой. Өте жақсы. Жоқ, мынадан бастаймын, мына сөзден бастай ғой. Жоқ, жарық емес. Жол. Жарық. Екі сөзді бастың, е? Ал Нұргелді келе ғой. Жарыс. Өте тамаша. Арай. Еркебұлан келе ғой. Жақсы. Соңғы мына екі сөзді оқиықшы ғана. Қане Еркебұлан? Соңғы сөздерді оқи ғой. Лау. Лау. Өте жақсы. Келесі. Алихан келе ғой. Бір ғана сөз қалды енді. Мына соңғы сөзді оқи ғой. Мына сөзді. Жал. Жақсы. Жарайсыздар балалар. Енді балалар, осы тапсырма бойынша мен сендерді бағалап жіберейін. Қане тапсырмаға шыққанымыз? Жарайсыңдар. Дамир жақсы жұмыс жасадың. Алихан өте жақсы. Келесі. Шыққан еді бізде. Нұргелді. Жарайсың дедік. Инабат. Жарайсың. Еркебұлан. Жақсы жұмыс жасадың. Арай жарайсың. Айзере. Жарайсың. Өте жақсы. Ал балалар, олай болатын болса, келесі тапсырмамызға көшіп көрейік. Бұл тапсырмада балалар, енді біз дәптерлерімізді ашып, қолымызға қаламсақты алып, суретті диктант жазайық балалар. Қане, мен суреттерді көрсетем, сол суреттердің атауын жазамыз. Қане, суретті диктантқа дайынбыз ба балалар? Қаламсағымызды алайық бал сезім. Қимылдаймыз ертірі. Ал бастаймыз. Қане, суретті көреміз, тек атауын жазамыз. Үндемейміз. Жарайсыңдар. Рас болғанымыз келеді. Келесі суретке қарайық. Нұргелді боламыз ертірі. Келесі суретке көшеміз. Али, жазамыздан. Жақсы. Өте тамаша. Жақсы жұмыс жасадық. Қане, көріп шығайық. Жазуымызды жолағалықты сақтап, сауатты, қатесіз, көркем етіп жазамыз. Жазу жолындағы төменгі жоғарғы сызықтарды сақтаймыз. Қане, суреттердің атауын көркем, әдемі етіп жазып болса, ары қарай жаңа сабағымызға көшейік. Біздің сабағымызда бүгін мынандай критерийлерге қол жеткізуіміз керек балалар. Бұл критерийлер сөйлеу барысында біздің дауыс ырғағымызды сақтауымыз керек. Екпін, әуен, қарқын, кідірісті сақтап, қимыл арқылы жеткізуіміз керек. Екінші біздің критериіміз мұғалімнің қолдауымен мәтіннің сюжетті суреттің мазмұны
бойынша сұрақ қоя білуіміз керек. Сұраққа жауап бере білуіміз керек. Иә, балалар? Солай жасаймыз ба? Келесі жазу жолын, біздің жол аралықты, жолдың жоғарғы төменгі сызықтарын сақтап, әріп элементтерінің әріптердің бір-біріменен байланысын сақтай отырып, көркем жазуымыз керек, балалар. Олай болатын болса, осы критерийлерді біз сақтаған жағдайда, біз жақсы жетістіктерге қол жеткізе аламыз. Жарай ма, балалар? Олай болатын болса, келесі тапсырмамыз бізде, балалар, бағандағы осы ж дыбысына берілген сөздерді оң, сол тапсырмасы арқылы орындап шығайық. Қане? Қандай сөз шықты? Жуан деген сөз шықты. Келесі, Дамир, Айзере, қандай сөз бұл? Жарайсыңдар. Қане? Қандай сөз болды? Жаңа деген сөз болды. Иә? Ары қарай. Қане? Бексұлтан Айзере. Қане? Қандай сөз шықты? Жеңіл деген сөз шықты. Қане? Мирамбек, Нұркен. Жақсы. Келесі, ары қарай. Біздің келесі тапсырмамыз. Қан, оқи қойыңдар. Балалар. Қандай сөз? Жаңа. Өте жақсы. Қан, қандай сөз шығады? Жем. Жарайсыңдар. Қан, бал сезім. Жарайсыңдар, балалар. Өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Жұпта. Қан, енді жұппен жұмыстарыңды бағалап жіберейін. Өте жақсы. Қаны, жеткілікті болды, Нұркен. Жарайсыңдар. Айзере өте жақсы жұмыс жасады, қаны. Алихан да жақсы жұмыс жасады. Өте жақсы. Жарайсың, Айзере. Нұркелді өте жақсы жұмыс жасады. Жарайсың, Нұркен болатын. Ал олай болатын болса, енді біз, балалар, тыныштық сақтап жіберейік. Маған орнына қойып қоямыз. Біз серпінді сәтінде қазір бәйге көрінісін тамашалаймыз. Қаны? Бәйге көрінісіне назар аударайық. Тыныштық сақтаймыз.
жарысының көрінісін көрсетіп жіберейінші, қимылмен көрсетейінші қалай. Қалай көрсете аламыз кәні? Кәні, дайындаламыз, серікті сәтті жасап жіберейік кәні. Кәні, бәйгеде қалай шаған екен? Көрейінші қимылмен көрсетуіміз керек. Қамшыны қалай ұстайды? Қимылмен көрсетейік, е? Өте жақсы, айзене. Әдеміден жасаймыз кәні. Бетін қозғалыш жасаймыз кәні. Серігіміз. Өте жақсы. Өте жақсы. Өте жақсы. Серілдік па балалар? Өте жақсы. Отыра қояйық. Енді ары қарай келесі тапсырмамызға көшейік балалар. Осы көрініс бойынша балалар, қандай көріністер көрінеді? Не бейнеленді көріністе? Не болды? Шабандоздар жарысты. Шабандоздар жарысы. Одан кейін тағы да? Бірінші олар жарысып бәйге ойнады. Жарысып бәйге ойын ойнадық. Керемет. Бексұлтан. Бірінші келген адам бас жүлдені алады. Иә. Ал соған байланысты қазір ат жарыс мәтініне көшеміз. Кән ат жарыс мәтінін аша қояйық. Оқимыз. Жайлауда ат жарыс болды. Жаңа шабандоз. Кән оқулыққа қарайық. Мәтінді ұстаймыз кән. Саусақпен көрсетіп отырайық кән. Жарастың аты жорға. Бас қамшыны. Бас. Алда келе жатқан кім? Бізге балалар мәтіннің астында кішкене ғана сурет беріп тұр. Сол суретті назарға алайық. Не көріп отырмыз суретте? Не жасалып жатыр? Қандай ойын ойналып жатыр? Бәйге. Қандай ойын? Бәйге ойыны. Бәйге ойыны ойналып жатыр. Бәйге ойыны қандай ойын кәні? Ұлттық ойын. Ол қалай ойналады? Қайда ойналады? Жайлауда ойналады. Өте жақсы. Ойынның ережесі қалай ойналады? Ернар? Дұрыс айтасың, өте жақсы жұмыс жасадың. Бізде осы ат жарыс мәтінінде бізге болжам жаса деп қойыпты балалар. Кім бірінші келетініне болжауымыз керек. Мәтінде жарас пен жанат туралы айтылған, иә? Жанат шабандоз, жарасының аты жиырма. Кән, екеуінің қайсысы бірінші келуі мүмкін деп ойлаймын? Жарас, иә? Өйткені Кән, Али жауап бере ғой. Оның аты жорға. Ал жанат та шабандоз екен ғой балалар. Ол да бәйгеде озып келуі мүмкін. Өйткені ол қанша рет бәйгеде құдыққа салған. Шабандоз
өкінішті. Бізге ашулы көңіл күй керек. Ашыл, Ернар. Боз қамшыны боз. Өте жақсы көңіл күйді көрсетті бізге, иә? Енді қуаныштыны көрсетуіміз керек, ә? Айзере. Бас қамшыны бас. Бас қамшыны бас, күліп тұрып айтты, иә, Айзере, иә? Өте жақсы. Әні, жақсы жұмыс жасадыңдар. Жұмыс жасады. Жарайсыңдар. Ернар, Жақсы жұмыс жақсы жасады. жетістік көрсеттің. Қан, дұрысты сақтап отырайық. Енді балалар бізге қазір топпен жұмыс жасаймыз балалар. Топқа жинала қойыңдар. Тыныштық сақтаймыз. Тыныштық сақтаймыз. Сендердің алдарыңда сөздер берілген. Сол сөздердің сыңарын тарту арқылы жұмыс жасаймыз топта. Қалай жұмыс жасаймыз, көрсетейік. Қанжи? Иә. Көмек көрсетеміз бір-бірімізге топта. Топ ережесін сақтаймыз. Тоқта. Адам дейсің. Тоқтасын. Иә, жақсы адам. Келесі қалай болады екен? Ат қой. Жуас ат. Жақсы. Мұқиятсыз ағой. Келесі. Жаңа киім. Жаңа кітап. Өте жақсы. Топтар жұмысын аяқтап қойыпты, үшінші топ. Жаңа кітап. Жаңа кітап. Қан, бірінші топ. Жұмысты аяқтадың ба? Өте жақсы. Қан, топтан бір адам шығайық. Жұмысымызды қорғайық. Нұрсер, сақтаймыз. Қан, Бексұлтан, жұмыстарын таныстыра ғой бізге? Адам. Өте жақсы. Ат. Қан, топтар мүлдеріндаймыз, қазір бағалауға дайындалып отырамыз. Дос. Өте жақсы. Қан, Бексұлтанның тобын бағалап жіберекші кәнге. Қалай жұмыс жасады? Айзере бағаны көтере ғой. Еркебұлан бағалай ғой. Бексұлтанды. Өте жақсы, жарайсыңдар. Келесі, Нұрсер, кәнім, таныстыра ғой жұмысыңды. Адам. Туас ат. Жаңа киім. Жаман жолдас. Жаңа киім бе жоқ әлде? Дұрыстап оқып жүрші кәні? Кітап екен, иә? Жаныспаймыз. Өте жақсы, Нұрсеровтың тобын. Қалған екі топ бағалап жіберіңдер кәні. Нұрсеров қалай жұмыс жасапты тобы? Жақсы, жарайсыңдар, иә? Ал енді келесі Нұргелді келе ғой. Жақсы адам. Келесі. Туас мал. Жаңа көйлек. Иә. Жаман жолдас. Өте жақсы. Қан Нұргелдінің тобын бағалайық қан. Екі топ. Тамаша, жақсы деген бағалдың, иә Нұргелді? Отыра ғой. Жарайсыңдар балалар. Келесі
жауды. Асықпаймыз, мұқият, әдемі, көркем етіп жазамыз. Өте тамаша. Жас болғанымыз белгі берейік, иә? Өте жақсы. Қан? Жас болып па бала? Жазу жолының жоғарғы, төменгі сызықтарын сақтап жаздық па? Әріп элементтерін біз кеше дыбысын әрпін өткен кезде өткенбіз, иә? Әріп элементтерін біздің қалай байланысатынын өзге әріптерменен. Енді бала, келесі топпен жұмысымызға көшейік. Қана топқа тағы да жиналамыз. Бұл топтың жұмыста балалар, сиқырлы жетілік бар балалар. Сиқырлы топтар. Келе ойнап, кел топқа. Топта жинала қояр. Сиқырлы жетілікте балалар. Мен қарап жібердім. Не жұмыс жасаймын? Балалар, сендер топта жақсы жұмыс жасасаңдар, біздің сиқырлы жеті санымыз жанады. Сондықтан қазір осы жеті саны жансын десеңдер, топта қазір мұқият болып есептерді, біздің математикадан келетін жеті санына байланысты есептерді шығарамыз. Сендерге жеті санына байланысты өрнек теңдіктер құрастырамыз. Сендерге орын ауысып берілген өрнектердің орнын табамыз. Ал үшінші топта жеті санының құрамын анықтаймыз. Қаны? Жоқ, кете бер. Бес қосу екі теңге. Бірге қосамын алтыны десе. Қаны орнына жайғастырайық. Қазына қойып жіберейік. Өте жақсы жұмыс жасады. Енді 20-шы шығарамыз. Қоса жеті болады, бәрі жазамыз. Теңдіктер құраймыз. Қайсан жазылады? Привет. Қоя бер. Қаны? Ерна жұмысыңмен таныстыра қой. Тобынан. 6 қосу 1 тең 7. 3 қосу 4 тең 7. 3 қосу 4
Ya. Тең 7. 5 Қосу. Ya. Тең 7. Жарайсың. Келесі. Асылдың тобына қараймыз кәні жұмысына. 5 қосу 2 тең 7. 8 азайту 1 тең 7. Ya. 2 қосу 5 тең 7. 4 қосу 3 тең 7. Өте тамаша. Кәні келесі топ. Үшінші топ келіңдер. Үшінші топ кім шыға ғой? Инабат шыға ғой? Кәні? 7-нің құрамын таныстыра ғой Инабат бізге. Кәні? 6. Иә, 2 мен 5 саны. Одан кейін тағы. 1 қосу 6. Иә, 3 қосу 4. иә. 5 қосу 2. Соңында қандай сан шығады? 7. 7 саны шығады, иә? Өте жақсы. Жарайсыңдар. Ал енді қазір топтар бір-бірімізді бағалап жіберейік. Кімнің Ернардың таныстыруына? 2 топ баға берейікші. Ернар өте жақсы жұмыс жасады, иә, тобыменен. Келесі. Асылдың тобына 2 топ, қалған 2 топ баға береміз. Өте жақсы. Ал енді кімнің Нұрбегінің тобына, Инабатқа таныстыруына баға береміз кәні. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Тапсырмаларды жақсы орындап шықтыңдар. Жаңағы айтқанымыздай бізге балалар 7 саны қандай сан деді бізге? Сиқырлы сан деді. Бұл сендер жақсы жұмыс жасасаңдар, біздің 7 санымыз не болу керек еді? Жану керек еді. Кәні мұқият қарайық, бізде 7 саны жана ма екен, жанбай ма екен? Сендер жақсы жұмыс жасасыңдар, жану керек. Өте міне, қандыш? 7 саны жанды ма балалар? Жанады екен. Ал енді осы 7 санынан басқа математикада жылғысынан келетін қандай сандар бар? 70. 70. Желесі. Оны деп жауап берейік балалар. Балсезім 100. Нұрсері 70. Арай 7. ау 80 саны болмайды. Бізге жылдығысынан келетін 7 мың. Али дұрыс айтасың. Тағы да. Алихан. Бізге сан керек. Сан керек. 7 миллион. Керемет. Асыл. 20 бір келді. 110. Тамаша. Өте жақсы. 120. Балалар жақсы жауап берді. Енді бізде балалар қазір бағдаршамның тапсырмасы бар екен. Бағдаршамның тапсырмасына ашу үшін бізге таспаларды қолымызға алайық. Сөйлемдер таспасын аламыз қолымызға. Сөйлемдер таспасы бойынша сендерде 3 сөйлем берілген. Ат жарыс болды, бас қамшыны бас, алда келе жатқан кім? Сөйлемдерді ретімен қойып, мәтінді құрап шығуымыз керек. Соңғы ат жарыс болды. Құрап болдық па сөйлемімізді? Орнына қойдық па? Мұқият? Ал құраған мәтін
Alda gelirken kim? Мұқият, сөздерде тыныс белгісіне тоқта оқимыз. Қанша сезім оқи ғой? Жайлауда ат жарыс болды. Жанат шалам дос. Жанаттың аты жорға. Бас қамшыны бас. Алда келе жатқан кім? Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Ал енді бізге жолаушы деген сөз берілген, не балалар? Жолаушы деген сөзді қазір буынға бөліп көрейікші ғана. Неше буын, неше сөз бар екен? Еркебұлан айтып берші, неше буын бар? Жолаушы, 3 буын бар екен. Неше дауысты дыбыс бар? Далее, неше дауысты дыбыс бар жолаушы сөзінде? 3 dağıstı dağıs var. 3 buğum var. Өте жақсы. Сөзден қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады, иә? Ары қарай, енді балалар, қазір біз сендерге бір сұрақ қойып жіберейін, иә? Бері қарап мұқият тыңдай. Жолға шығатын адамды кім деп атаймыз? Қолымыз көтеріп жауап береміз. Қане? Алихан, кім деп атаймыз? Жолаушы. Жолаушы сөзіне біз жаңа қанша буын, қанша әріп бар екенін білдік, иә? Енді сол жолаушы сөзіндегі ж дыбысының орнын анықтайықшы. Ж дыбысы қай жерінде келіп тұр? Бірінші болып тұр, иә? Басында, сөздің басында тұр екен ж дыбысы. Ж дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Ал енді жолға шығатын жолаушыға қандай тілектер айтылады? Ақ жол, тағы да. Сау болыңыз, одан кейін аман келіңіз, сосын тағы да. Жолыңыз болсын, сосын сау болыңыз, аман келіңіз, сапарыңыз сәтті болсын. Ақ жол, сәт, сапар. Міне осындай тілектермен біз жолаушыны шығарып саламыз, иә? Енді балалар, біздің айналамызда суреттер тұр қазір. Сол суреттерді қарай отырып, жолаушыға байланысты суреттерді алып келуіміз керек бізге. Жолаушыға байланысты суреттерді кім алып келеді? Ал, кәнекей, суреттерді қарай. Суреттерді қарап отырып, жолаушы сөзіне байланысты суреттерді алып келейік. Қай сурет жолаушыға байланысты? Өте жақсы. Жарайсың. Қаны келесі? Бесұлтан келе ғой. Өте жақсы. Келесі суретті кім алып келер екен маған? Арай. Өте жақсы балалар. Біз жолаушы сөзіне байланысты суреттерді алып келе қойдық, иә? Жолаушылар қайда шығып жатыр мына суреттерде? Саяхатқа, ұшаққа мініп жатыр, тағы да қайда мініп жатыр? Автобусқа жолаушылар жатыр. Автобустың ішінде кетіп бара жатқан көліктің ішіндегі жолаушылар кәдімгідей сақтаймыз. Мінеки жолаушылар, иә? Осы жолаушы сөзін қазір біз таспа әріптерде құрап шығуымыз керек. Таспа әріптерімізді қолымызға ұстайық. Жолаушы сөзін құраймыз әріптерді. Құраймыз кәдімгі. Дамир, сен мына жағынан қоя қойшы. Сен дұрыс құра алмапсың. Жынды мына жаққа қоямыз. Ж дыбысын мына бетке қояйық. Жолаушы.
сөзін құрауымыз керек, е? Ал қазір енді осы жолаушы сөзіндегі қазір буын-буынменен қойып көрейікші қана. Жоны бөлек қояйық. Лауды көп бөлек қояйық. Буынға бөліп қойып көрейік қана. Арасын ашамыз буындардың арасын ашайық. Буындардың арасын ашамыз. Жолаушы сөзінде буындардың арасын ашамыз. Айзере сенікі айта. Ерке бұлар дұрыс буынға бөлмепсің, е қана? Буынға дұрыс бөле ғой сен. Жолау. Жолау дегенде А, У дыбыстары қайда тұрады? Нешінші буында тұрады? Екінші буында У дыбысы тұрады, е? Кім? Арай, сен дұрыс буынға бөле ғой. Лау. Енді, міне. Дұрыс буынға бөліп үйренейік балалар. Өте жақсы. Қай? Сен не? Нүркен? Лау. Мінекей? Лау деген буын бөлек тұрады. Ш буыны бөлек тұрады. Жолаушы. Өте жақсы. Сенікі лау. Дұрыс. Жолау. Ш. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Енді ары қарай. Олай болатын болса балалар, қазір жолаушы сөздің таспаларын жинай қойыңдар. Енді осы сабақтағы көңіл күйімізді белгілеп жіберейік қана. Білім метрімізді қолымызға аламыз. Осы сабақтағы көңіл күйіміз қалай болды? Білім деңгейіміз қалай болды? Соны көрсетіп жіберейік қана. Бізде қарай, білім метрімізде мына бағанда көңіл күйімізді көрсетеміз, мына келесі бағанда білім деңгейімізді көрсетейік. Қаламсақты қолымызға алып, көңіл күйімізді көрсетіп жіберейік.